Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға дауа арнасы. Құлағыңыздағы сарымсақ нені емдеу керек? Сарымсақ ғасырлар бойы адамдарды мазалайтын барлық нәрселерді, соның ішінде құлақ инфекциялары мен құлақ ауруларын емдеу үшін қолданылған. Құлақ инфекцияларына арналған сарымсақ туралы ғылыми дәлелдер көп болмаса да, оның денсаулыққа пайдалы бірнеше пайдасы бар. Сарымсақтың ғылыми дәлелденген пайдасы бар ма? Сарымсақ денсаулыққа пайдалы, вирусқа қарсы, бактерияға қарсы және саңырауқұлақтарға қарсы қасиеттерді қамтиды. Ол сондай-ақ қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерге ие. Сарымсақ жеген кезде иммундық жүйені нығайтуға және инфекциямен күресуге көмектеседі. Сарымсақ құлақ ауруын емдеуге арналған таптырмас әдіс. Соның ішінде құлақ инфекциясы немесе құлақтағы шуыл пайда болған жағдайда біз осы тәсілді сіздерге ұсынамыз. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Үй жағдайында құлақ ауруын оп-оңай емдеп алуға болады. Ең алдымен сарымсақ түйірін тазалаңыз. Сарымсақты ұсақтап, майдалап тураңыз. Содан кейін орташа жылулықта қыздырылған кастрөлге сарымсақ пен майды салыңыз. Табада май мен сарымсақты қыздырыңыз. Майды табаның айналасына айналдырыңыз. Хош иісі шыққанша табаны оттан шығарып, қоспаны суытыңыз. Сарымсақ майын құмыраға құйыңыз. Сарымсақтың бөліктерін жақсылап тұрып сүзіп алыңыз. Құлақ инфекциясы бар адам ауырған құлағын жоғары қаратып бүйірінен жатуы керек. Құлаққа 2-3 тамшы жылы сарымсақ майын тамызыңыз. Майдың ағып кетуін тоқтату үшін мақтаны құлақтың тесігіне жайлап қойыңыз. Сонымен қатар мақтаны майға малып, оны құлақтың ішіне қоюға болады. Осылайша май құлақ арнасына сіңеді. Қалған майды қажетінше пайдалану үшін шыны ыдыста, тоңазытқышта сақтау керек. Осымен бүгінгі ақпаратымыз аяқталды. Пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.